Сәлем достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Бізде бүгін капучино торты. Менімен бірге болыңыздар және видеоны соңына дейін көріп, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, араластырып аламыз. Бір бокал құмшекер, бокалымыз 200-250 мг жобасындағы бокал, және тағы сондай мөлшерде бір бокал айран құясыздар. Жақсылап араластырып алыңыздар. Үш ас қасық май құясыздар. Және де какаоны салып тағы да араластырып алыңыздар. Ешқандай да түйіршіктер болмаған дұрыс. Жақсылап араластырып алыңыздар біркелкі қылып. Үстінен қопсытқыш, 2 чай қасық қопсытқыш саласыздар. Тағы да араластырыңыздар. Бізде миксер қолданбаған екен, шамалы түйірлері болуы мүмкін. Сол үшін жақсылап араластырып түйірлерін кетіріңіздер. Енді үстінен бір бокал ұн. Ұнын да сол 250 мг бокалмен салдым. Мінекей қараңыздар, осылай жақсылап араластырыңыздар. Мен шанышқын көмегімен араластырдым. Анандай іріткілер болмасын, осы іріткілердің бәрін жақсылап түйірлерін бәрін кетіріңіздер. Мен егер миксер болмаған жағдайда деп істеп көрсетіп жатырмын. Сол себепті егер де миксер болса, миксер қолдана берсеңіздер болады. Мінекей, міне қараңыздар, бізде қамырымыз, тестамыз дайын. Енді тестамыз пісіріп алсақ болды. 200-220 градуста пеште бір 10-15 минут тұрса жеткілікті пісіп қалады. Қарап тұрыңыздар. Енді біз кремді дайындаймыз. Қараңыздар, бізде корждар уже пісіп қойды. Осылай вареный сгущенкамыз алып, үстіне қаймақ саламыз. Және де торттың аты капучино болғаннан кейін міндетті түрде біз кофе қосамыз. Мен кәдімгі классика кофені қостым. Бір болмаса 2 ыдыстағысын қоссаңыздар жетеді. Қыздар, міне қараңыздар, бізде крем дайын. Крем сұйық. Сол себепті қыздар капучино тортын құраған кезде бір 5-6 сағатқа қойып қойсаңыздар жақсы болады. Крем сіңіп әдемі болып тұрады. Мінекей, қалған жан-жақтағы корждарын бетіне сеуіп шығасыздар. Тортымыз дайын, ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.